білімді жақсы көрген адамдар ол жақсы жаман болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: 4 нәрсенің бірі болыңыздар, 5-ші болмаңдар, құрып кетесіңдер дейді. Осы 4-еудің бірі болыңдар. Біріншісі кім дейді? Күн алиман. Дәріс беретін ұстаз болыңыздар дейді. Ау мутаалиман. Ұстаз бола алмасаң, онда шәкірт бол дейді. Дәріс Құдай үшін біреу беріп жатыр ма, біреу ұйымдастырып жатыр ма, енді сол жерге отырып қайта тыңдап бер дейді. Дәріс ал. Ау мустамиан. Тіпті шәкірт бола алмасаң да, онда тыңдаушы бол. Не болып жатқан тыңда, қалай болып жатқан мән жағдай тыңдаған кезде Құдай қаласа сен жүрегіңе нұр кіреді. Ау мухиббан. Немесе оларды жақсы көретін адамдар бол дейді. Не өзің ұстаз емессің, не шәкірт емессің, не тыңдауға да шаман келмей жатыр. Тіпті жақсы көр солар дейді. Бірақ 5-шісі болма. 5-ші не өзің ұстаз емессің, не шәкірт болғың келмейді, не тыңдағың келмейді, не оларды жақсы көрмейсің, жек көруші болма дейді. 5-ші болмаңдар, халяк боласың дейді пайғамбарымыз. Сол үшін Алла субхана ва тағала осы отырысымызда хайырлы етсін иншалла.